Education расписание жасау керек. Мынау расписаниенің қатарында мынау біздің керек расписание ғой, алдын ала істедік қой. Біз соны ашамыз. Осылай пайда болады. Мысалы, мына жақта айтайық, мынау кімдерге? Абай сыныбында мысалы 5 сабақ па? Мысалы, біріншісі алгебра, информатика, биология, там қазақ әдебиеті, орыс тілі дейік. Бірінші біз мына предметке басамыз. Мысалы, бірінші алгебра ма? Алгебраны 2 рет басамыз. Сөйтіп осылай шығады. Кейін осы жаққа новый урок дейміз да. Мысалы, ол сыныпты кім береді? Соның атын тауып аламыз да. Мысалы, айтайық, Олжас ағай, например, алгебра. Қай класс? Мысалы, Абай сыныбы дейік та. Абай сыныбы, егер ол бөлінетін болса, бірінші, екінші группа деп бөліп аламыз. Бөлінбейтін болса, полный. И аптасына қанша, мысалы, сабақ береді? Мысалы, бір сабақ па, то есть 2 сабақ па, 1 сабақ па, разница жоқ. Соны жазамыз. Сол кезде мысалы 2 кубик пайда болады. Ну, 2 не пайда болады да, сабақ несін. Окей десек, все, шықты. И ол астына шығады осылай. И басқан кезде тек қана Абай сыныбына ғана қойылады. И басқа сыныптарға ол кетпейді. И осылай бірінші неге, блокқа осылай қоямыз. И қалған басқа предметтерде, мысалы, информатика дейік. Информатика. Мысалы, айтайық, мысалы, например, так. Мен қоя салайыншы атымды. Мысалы, қай сынып? Мысалы, Абай сыныбында, мысалы, полный болса полный. Аптасына тоже 1 сабақ деген сияқты. Сөйтіп, получается, енгізгеннен кейін сөйтіп бәрін бүйтіп кубиктарын бүйтіп жеке-жеке қойып, қай сынып, типа, егер мысалы қате болса, правой мышкасын басып, корректировать деп, мысалы, адамның атын өзгертіп, там, қай сынып, мысалы, Әл-Фараби сыныбы болсын, мысалы, сабағына аптасына 2 рет емес, 3 рет, мысалы, болса, 3 рет өзгертіп, сөйтіп өзгертсе болады. И бүйтіп қойып, соңында осылай расписание бүйтіп толтыра бересіздер. Еш қиындығы жоқ. Соңында уже сохранить деп, мысалы, примечание жазып, окей деп, там, басылғаннан кейін уже не болады. Расписание уже сохранить етіледі. Егер мен қазір шығып кетсем, бұл сохранить етілмейді. Кейін уже бәрі дайын болғаннан кейін, мынаны уже публиковать еткеннен кейін, уже бұл осылай галочка болады и EduPage-да уже шығады. Кәдімгідей. Егер дальнейшем, мысалы, басқа да сұрақтар болыватса, жауап беремін.